Ернар, не жасап жатсыз? Ернар. Енді бастаған. Қазіргі таңда мен бірінші сыныптың жазып бітірдім. Енді келесі екінші сынып, үшінші сыныпта жазып бітіремін. Бұл бізге ыңғайлылық береді. Егер бұны жазып бітірсек, біз мұғалімдер расписаниемен шатасып, басқа комитетке кірмейді және ыңғайлы болып есептелінеді. ТР, ТХ деген нелер, тегтар не үшін керек? ТР, ТХ дегеніміз бізге таблица жасау үшін керек тегтар. Қазір қандай таблица жасап жатсыздар? Біз Мектептің расписаниясының таблицасын жасадық. Біз қазір бұл жерде HTML арқылы кәдімгі бүгінгі мектептің сынып кестесін жасап жатырмыз. Бұл жердегі ТР арқылы кодтар арқылы біз мына кестені құрып, осы кестені жасап жатырмыз. Сайт создавать етеміз. CSS оның дизайнын құрастырамыз. JavaScript болған сайттардың бейімделуіне сайттарға кіруге ыңғайлы етеміз. Өте қызықты тақырып. Бұл арқылы біз сайт аша аламыз, ссылкалар істей аламыз, басқа да сайттарға кіруімізге мүмкіндік бере алады. Және негізгі сайттардың барлығы осы HTML арқылы жасалынады.